Баршаңызға сәлем, қалайсыздар? Сіздермен бірге Жұлдыз және Жұлдыз педиатрдың кеңестері. Бүгінгі тақырыбымыз ыстықтық, потница дейді. Айтып өтетін боламыз. Жаңа туған нәрестелерде ең жиі кездесетін бөртпе ол ыстықтық, потница дейді. Бөртпелердің ішіндегі ең қауіпсіз бөртпе болып табылады. Бірақ дәрігерлер арасында, жедел жәрдем бригадасының дәрігерлері арасында, жалпы қабылдау бөліміндегі дәрігерлердің арасында диагноз қоюға қиындық тудыртады. Неліктен екені белгісіз, бірақ сондай диагноз қоюға қиындық тудыртатын бөртпе болып табылады. Көбінесе ыстықтықты, потницаны аллергиямен шатастырады. Аналарынан сұрай бастайды: не жедіңіз, не іштіңіз, не жеп қойдыңыз деп аналарды қинайды. Ең бірінші анадан кінәні көреді. Бірақ олай емес. Аналарын қатты диетаға отырғызып қояды. Оны стафилококктық инфекция деп аналарын қорқытады. Негізіне келе ол жай ғана ыстықтық болып табылады. Қызыл дақты бөртпелі ыстықтық ол баланың денесінде майда қызыл нүктелі дақты болып көрінеді. Және ол жаңа туған нәрестеден одан жоғары балаларда кездеседі. Жалпы орналасатын жері ол беті, кеудесі, жаңағы складка аралығына дейді ғой. Складка аралығында, тері бұлтықтарының ішінде, кеудесінде, ішінде, аяқтарында, арқасында кездеседі. Бұл бөртпе баланы мазаламайды. Бірақтан да ата-аналар шошыту мүмкін, ата-аналарды уайымдатып қою мүмкін. Қандай жағдайда пайда болады? Аты айтып отырғандай, ыстық болғанда пайда болады. Дене температурасы, бөлменің температурасы және қатты құндақтап қойған кезде, бала терлейді ғой қатты құндақтап қойған кезде, сол кезде пайда болады. Қойдың майымен сылағанда, басқа да өсімдік майымен сылағанда пайда болады. Массаж жасайды кейбіреулер, өсімдік майымен массаж жасайды, қойдың майымен массаж жасайды. Содан кейін пайда болуы мүмкін. Ысқылаған кезде пайда болады. Бала сондай кезде ыстықтап терлейді. Маймен сылағанда, құндақтағанда, қатты бесікте жатқанда бала ыстықтайды, ал терлеген кезде тері сыртқа шыға алмайды. Яғни тері тесіктері бітеліп қалады маймен, жаңағы сыланған маймен, өсімдік майы болсын, құйрық майы болсын, бітеліп қалады. Және тері сыртқа шықпайды. Терлегісі келеді тері. Тері де демалады ғой, ол да орган, ол да демалады. Оттегін кіргізіп, шығарады, терді шығарады. Сол тері протоктарын, ағыстарын, жолдары, тері шығатын жолдар бітеліп қалады. Содан ол шығалмағандықтан, ол бөртпе сияқты болып дене терісінде шығады. Тері болып шығарылмағандықтан, бөртпе сияқты болып дене терісінде шығады. Осыны ыстықтық деп атайды. Балаға бұндай жағдайда қалай көмектесеміз? Баланы шомылдырамыз. Қатты ыстық суға емес, қатты салқын суға емес, 5-10 минутқа шомылдырып аламыз. Жиі бір күннің ішінде 2-3 рет жуындырып аламыз. Ромашкасыз, чередасыз, марганцовкасыз, тұзсыз түсіреміз суға. Қалыпты суға еш нәрсе қоспай түсіреміз. Жұқа киіндіреміз. Қабат киіндірмейміз. Ұйықтаған кезде үстін жауып қымтамаймыз, бөлемейміз, құндақтамаймыз. Тері демалу керек, қалпына келу керек. Жай қалпына келеді солай. Ауалы ванна дейді, воздушный ванна жасаймыз балаға. Ол деген памперсін шешіп, жүргегін шешіп, кішкене уақытқа қойып қоямыз. Баланы киіндірмей солай жатқызып қоямыз. Астына су тартып алатын, бір рет қолданылатын жүргек саламыз да, баланы жүргектемейміз, киіндірмейміз, памперс салмаймыз. Өсімдік майы, қойдың майымен сыламаймыз, ысқыламаймыз, массаж жасамаймыз. Температурасы көтерілсе, құйрық майды жақпаймыз, кеудесіне, алақандарына жақпаймыз. Тек көп су береміз және ыстықтық түсіретін дәрілерді береміз. Және қатты уайымдамаймыз, қатты паникаға берілмейміз. Баланың тері қабаттары жай қалпына келе бастайды. Баланың тері қабаттарының қалпына келуіне уақыт береміз. Қашан деп уайымдамаймыз, паника жасамаймыз. Бөлме температурасы қалпына келе бастағанда, ол да қалпына келе бастайды. Яғни ол 2-3 күнде осындай күтім жағдайында, күтімге байланысты 2-3 күнде қалпына келеді. Яғни баланы бірінші күннен бастап қатты ыстық бөлмеге үйретпейміз. Жай сразу емес, жай салқын ауаға, салқын температураға үйрете бастаймыз. Егер де сіздерде осындай жағдай болса, комментарий астында бөлісе отырыңыздар.
пайдалы болды деген үміттемін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар, балалар ауырмасын, дендері сау болсын.